Arkadaşlar, İzmir қаласында 2014-тен бері тұрып келе жатырмын. Осы үйге келгеніме 4 ай болды. 1+1, яғни 2 бөлмелі квартира. Bir салон, bir спальня и кухнясы бар. Егер сізге видео қызықты болатын болса, соңына дейін көріңіздер. Бізде 3-ші этаж. Так, мына 2 есік бар. Bir квартира, 2-ші квартира. Біз осы квартирада тұрамыз. Кірген кезде hello деген жазуы бар. Одан кейін есікті ашқан кезде бізде осында айна көрінеді. Айна үлкен, кәдімгідей бойды алып тұрады. Күнде далаға шыққан кезде мен өзімнің түрімді осы жерден, киімімді осы жерден қарап өтемін. Одан кейін бұрылған кезде шкаф бар, 2 шкаф. Үстінде біздің чемодан тұр. Пылесос, чемодан тоже. Ашқан кезде біздің астыңғы этажда жолдасым екеуміздің аяқ киімдеріміз. Екі жағында солай. Аяқ киімдер. Жоғарғы этажында менің боянатын кодқа арналған заттарым. Одан кейін түзу жүрген кезде осындай комната көресіздер. Сушилка, бұл жерде өзінің орны өшер. Бірақ біз кептірген кезде күн жылы болса сыртқа балконға кептіреміз, болмаса осында кептіреміз. Біз киген кезде тек қана кровать, стол ғана болды. Полкалармен бірге біз мына 2 креслоны и мына орындықты алған болатынбыз. 3 бөлім қылдық біз бұл квартирада. Бұл жерде жұмыс, завтрак ішетін бөлім. Яғни бұл жерде стол и 4 орындық Икеадан алдық. Өзіміз құрастырып жайғастырдық. Көбінесе мен осы жерде жұмыс істеймін. Ноутбугымды ашып қойып, одан кейін мынау гүлімді түсіріп қойдық. Асылжан деген оқушым берген. Оның қасында кітап полкалары бар. Біздің кітаптар. Жоғарғы мына жерде орналасқан біздің түркшеге арналған, түркше үйренуге арналған кітаптар барлығы. Одан кейін мына жерде тоже түркше үйрену, сосын әдебиет, әртүрлі романдар, блокноттар. Блокнот өте жақсы көремін қатты. Мына блокнот көзіме түсті. Қазақстаннан келген блокнот, Рабиға деген оқушым алып келді. Осыны, потом осы 2 блокнотты. Рахмет, Рабиға. Оның астында ағылшынша, алманша, яғни немецкий тіл үйренуге арналған кітаптар. Мандаланы бояп тұрам. Ойды жинақтауға, стресті шығаруға жақсы. Қазақстан туы обязательно. Одан кейін турецкий ту. Бұл жерде арабша және Құран кітаптары. Оның астында бояйтын мучка, жесткий дисктер. Бізде колонкамыз бар. Свет алғанбыз. Кешке жақып көрсетем. Мұнан іші толған нелер, зарядчиктер. Ноутбук бар ма, сотка бар ма, микрофон барлық. Менің осында орналасқан зарядчиктері. Одан кейін коробкалар. Осындай техникалар. Үтік жақында ғана алды, Филипстің түбі. Түркияда техникалар қымбат. Одан кейін терезені ашқан кезде бізде вид мешітке көрсеңіздер болады. Мынаны көріп тұрсыңыз, зейтін ағаш. Осындай күндіз ашып қоямыз терезені. Кешке таман уже жоқ қоямыз. Одан кейін бізде макарна, подругамыздың макарнасы жазда жүзуге арналған, батып кетпеуге арналған макарнасы біздің үйде тұр. Одан кейін біздің кресло демалып, кешке кейде тамақты осы жерге де отырып ішеміз, қазақ болғандықтан. Сосын кино қараймыз деген секілді, программалар қараймыз. Ең көп уақыт өткізетін жеріміз осы жер. Бізге ең оған қарама қарсы мынандай полкалар орналасқан. Так, мына жердегі ескерткіштер, мен естеліктерді айтып кетейін.
мынау сыйлық Қазақстаннан келген ат. Одан кейін Дубайдан келген Баян деген жазу бар. Естелік сыйлық. Одан кейін біздің портмоне, карталарымыздың бәрі осы жерде тұрады. Мен көбінесе сіздерге тікелей эфирге шығамын, видео түсіремін ютубта, иә. Одан кейін Дэвид Уолкердің андай үйдің несін шығарады. Алындым алдында. Одан кейін мындай свечам бар, анда-санда жағам. Салфетка. Сосын мадам Кокодан сыйлық берген. Подругамыз, рахмет көп-көп. Одан кейін апамыздан келген гүл. Суды құйып қойғам, потому что краннан алынған соң сразу құюға болмайды екен. Именно осында неге бір дыста қойып қою керек екен. Одан кейін бар аз-аздан құйып тұру керек екен. Одан кейін астыңғы полкасында осындай мынандай заттар бар, әртүрлі. Шашқа арналған бигиди, салфетка, мынада бір естелік Индонезиядан келген сыйлық деген секілді. Мынаның астында лампа бар. Одан кейін мынаның астында тоже үтік, салфетка, мынау лишний заттар. Одан кейінгісінде тоже қайшы, дәрі-дәрмек, тоже әртүрлі заттар орналасқан. Мына гүлді үйдің егесі берген. Мен бұл үйде бір аптадай болмай қуратып қойдым. Әдемі еді, прям жайнап тұрған еді. Өкінішке орай жапырақтар түсіп қалды. Одан кейін біздің сандық, подругам берген сандық тұр. Ішіне әртүрлі кітаптар сақталған. Құран кітаптары деген секілді андай дұғаларды. Одан кейін алма, энергия бөліп тұратын тас екен. Аққу тоже жолдасым сыйлыққа берген. Мыналар очкилер, үйдің очкилері. Апамыз берген есімдегі гүлім. Өстім біраз көктемде ауыстырасын деген. Пока осылай өсіп тұр. Одан кейін сумкам. Одан кейін қасында мынандай матрас, йога, медитация жасауға, спорт жасауға арналған қалың матрасым бар. Декатлоннан алынған. Алған кезде 500 лира алам, қазіргі бағасын білмеймін қанша. Одан кейін екі кресло тоже сатып алдық. Бұл деген бұл креслолар екеуін 250-ге алдық. Таксимен барып алып қайттық. Тексеріп, жағдайы қалай деген секілді. Бізге қатты ұнады, прям удобно. Жастығымен бірге берілді. И қатты ауыр емес, жеп-жеңіл. Жақсы. Осы жерге отырып, кейде осы терезені ашып қоямыз, үлкен екі жаққа бүйтіп ашылады. Прям атмосферно болады. Қазір ашып көрсетейін. Бұлай екіде ашылады. Плюс массажының көмесінде бұндай стол бар. Кейде кешке осы жерде отырып, шайымызды ішеміз, әңгімемізді айтамыз. Қалай бармас сіздерге? Бұны ашайын, сіздерге сыртынан көрсетейін. Сырттан осындай вид. Бізде кешкі сағат 5 болып отыр, күн еніп батады. Мына главный көшелердің бірі, метро орналасқан еще. Жаңғақ ағашы, жаңғақта көрген өсіп тұрған. Мынау нар өсіп тұрған. Елка. Осындай вид. Оған кезде мынандай есік бар, ұзыннан ұзын орналасқан. Көбінесе бұны бүйтіп жабық тұрған кезде бір комната деп ойлап қалады көбісі. Бірақ бұл жер балконның есігі. Балкон есігі. Спальниктің терезесі. Осындай тряпкалар. Кейде осында мына матрасты төсеп, шай ішеміз кешке таман. Ең қатты ұнаған, бізде перде жоқ та, осы жалюзи өте керемет. Екі терезенің ортасында орналасқан, шанда түспейді. Осылай. Одан кейін былай жүрген кезде бізде екі есік бар. Мынада есік жоқ, бұны кейін көрсетем. Бір есік осы жаққа кірген кезде бізде спальня шығады. Спальняда екі адамды кроват. Астында мынандай несі бар, шкаф бар, менің күздік киімдерім тұр.
Это тоже лишний заттар, сумка, анна мынау кітап деген секілді заттар тұр. Одан кейін бұрылған кезде андай шкаф бар. Жолдасымның шкафы. Киім реттеліп қойды, алдын ала видео түсірілгендіктен. Одан кейін общий екеуміздің киімдеріміз, мына жерде көп киімменікі. Күз қыстық киімдер бұл жерде. Мына жерде іш киімдер, сосын астында носкилер орналасқан. Одан кейін мына жерде менің киімдерім. Бұрында киім көп ала беретін едім, оказывается, киім көп болған, дұрыс емес екен. Одан кейін алдында мынандай каждый шкафтан мынандай орналасқанда. Оказывается, мынау біз қорқып кеткенбіз, енді порошок секілді болып тұр да. Бұл именно осы шкафтарға нем бар ғой, жерде влажностьті ұстап тұратын не екен, топырақ секілді осындай зат екен. Киімдеріміз құрғап, то есть нем басып кетпейді, осы немдің дәрежесін ұстап тұратын топырақ екен. Иісі жоқ, как обычно, осындай бұрылған кезде мынандай вид қалаға қарайды, метро жаққа банағы балконға қарайды. Тоже каждый терезеде мынандай тор орналасқан. Көріп тұрсыздар ма? Ауа кіргізгенге жазда маса кіріп кетпейді. Осындай жақсы екен. Осындай кондиционер бар осы жерде. Сосын залға шыққан кезде есімде өте қатты ыстық болады ғой. Екінші кондиционер мынада орналасқан. Осы спальнядан шыққан кезде бірден алдымызға кухня шығады. Кухняны общий дизайнын көрсетіп жіберейін. Осындай. Жалпы жасыл түске көзге өте жағымды матовый жасыл гарнитуры кухонный. Одан кейін мына жерде бізде холодильник орналасқан үлкен. Одан кейін 30 литрлік су заказ береміз. Бізге 1-1,5 айға, кейде 2 айға жетеді. Одан кейін бізде посудомойка бар. Қазір жағып жіберейін. Посудомойка, кеше посуда жуам, орналастыру керек ішінде. Одан кейін қасында да стиральный машина орналасқан. Енді бұл жерде менде көбінесе тұз, приправалар орналасқан, мед деген секілді. Карамфиль бар, денсаулыққа өте пайдалы. Қазақшасын жазып кетемін мына жерге, орысшасын қазақшасын жазып кетемін. Осыны шайға қосып ішкенге, сосын барып бір-екеуін аузына салып қойып жүргенсе, асқазанның тамақтың қорытылуына, аузын иісін кетіруге өте пайдалы екен. Түріктерден үйрендім бұны. Одан кейін бұрыш, тұз бәрі осы жерде орналасқан. Біздің газымыз, одан кейін су құйып қойған неге. Одан кейін фрукты құрмау үшін езіліп жатыр, жеу керек. Печенье осы үйнеге салып келген, өте дәмді екен, прям ұнады. Тақтай, одан кейін бізде Измирде апа тұрады, сол огородынан кесіп берген, өте пайдалы деді, шайға ішіп. Қосып ішкенге баны кептіріп қойды, уже кепкені уже давно болды. Бұны шайға қосып ішкен стресстен банағы бас ауруын жазуға пайдалы деп айтты. Одан кейін посуда жуатын жеріміз и терезе бар. И осындай шкаф. Жоғары жақта банка, лишний заттарды қоям. Мына жерде көбінесе стакандар, мен шай ішеміз кейде, сүт кейде жұмыртқа қайнатам. Одан кейін бар мына жақта тарелка, кеселер, ыдыс-аяқтар, қазандар осында орналасқан. Мынада ешнәрсе жоқ особо. Мына жерде кофе, чай, завтракқа арналған готовый завтрактар орналасқан. Астыңғы этажында макарон, күріш, тамақ жасайтын заттар, лапша деген секілді. Оның астында май және ұн орналасқан. Лапша жасаймын көбінесе. Мына жерде бізде порошок, ваниш, сосын иіс шығаратын түр. Одан кейін мына жерде қасық, вилкалар. Мына жерде де приправа, мен көп қолданбасам да, но приправа ұнайды, тамаққа қосқан дәм шығарып тұрады. Одан кейін мына жерде құр тәтті-мәттілер. И мына жерде лишний ыдыс-аяқтар тұры. Одан кейін мына жерде менің май, фрукты, овощи тұратын мешіннен корзинка деймін. Одан кейін
неде тряпкалар. Мынаны көбінесе палау істеген кезде, күріш істеген кезде осыны қазан жауып қойып істесе жақсы шығады дегенмен тек қана сол күрішке арналған біздің полотенце. Осымен кухнямыздың туры аяқталды. Тағы спальниктің қасында орналасқан бір есік бар. Бұл есік не деп ойлайсыздар? Конечно, душ, туалет. Неде бір ағамыз бар. Ал ішіне кіріп қарайық. Да-да-да-дан. Бұл жерде полотенце қойып қойғанбыз. Одан кейін барып унитаз, ана мынау салатын деп мына иіс шығаратын иісі. Осыдан бір ай бұрын алған. Уже кетейін деп жатыр екен. Апельсин иісі бар. Апельсин иісі. Одан кейін қол жуатын жер, біздің сабын, мынаны жақында алдым. Көпік бетті жуатын. Конечно же, мен. Жуатын шкафтар. Бұл жерде тоже әртүрлі заттарды қоямыз. Щетка, паста деген секілді, душевой жуынатын. Одан кейін астында да бізде тряпка, жуатын заттардың барлығы осында. Одан кейін ашқан кезде бізде душевой. Осындай. Шампундарымыз, мочалка, мынау деген секілді. Кішігірім, сүйкімді, черно-белый туалет ваннамыз осымен аяқталды турымыз. Шыққан кезде осындай. Ал енді достар, бізде Қазақстанда квартиралардың бағасы қанша болып жатыр, Алматыда қанша, Астанада қанша, көбіне студенттер сол жақта ғой. Қай қаладан көріп жатырсыз, соған байланысты ақпарат беріп кетсеңіз. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Görüşmek üzere.